Сәлем достар, ең алдымен каналға жазылып лайк басып, колокольчикті басып кетулеріңізді сұраймын. 10-шы күн. Тәніңді жақсы көру. Бүгінгі әңгіме сыздаған жан мен тән жарасы туралы болады. Ол не, қайдан пайда болады, не айтқысы келеді және одан не үйренуге болады, осының барлығы. Көбіміздің күн сайын бір жеріміз немесе жанымыз ауырады. Бұл біздің өміріміздің кішкене бөлшегі, ал кейде ол өмірімізден тым көп орын алып алады. Бүгін сіз айнамен жұмыс кезінде денеңізді сүюге және жаныңызды емдеуге күш саласыз, осылайша өміріңіздегі жаңа есікті ашасыз. Ешкім жаны қиналғанын қаламайды, бірақ сіз қазір ауырып жүрсеңіз, одан не үйренуге болады? Ауырсыну қайдан пайда болады? Ол сізге не айтқысы келеді? Ауырсыну физикалық немесе психикалық аурулардың көрінісі болғандықтан дене де сана да оған сезімтал екені анық. Жақында саябақта ойнап жүрген екі кішкентай қызға қарап отырып осының керемет мысалына куә болдым. Бірінші қыз бала қол көтеріп құрбысының қолынан ұруға ыңғайланып жатты. Осы кезде екінші қыз соққы әлі тимесе де ой деп айқайлап жіберді. Бірінші қыз құрбысына қарап неге ой деп жатырсың? Мен саған әлі саусағымның да ұшын тигізген жоқпын ғой деп сұрады. Құрбысы болса қолың тигенде денемнің ауыратынын білдім деп жауап берді. Дене өміріміздегі барлық нәрсе сияқты біздің ішкі ойларымыз бен сенімдерімізді көрсететін айна. Егер оған көңіл бөліп құлақ түрсеңіз, ол сізге көп нәрсе айта алады. Менің ойымша біз кез келген ауру мен дертті тәнімізден жасап шығарамыз. Денеміздегі әр жасуша біз ойлайтын әрбір ойға және біз айтқан әрбір сөзге жауап береді. Біз не істесек те ағза әрқашан денеміздің саулығы үшін күреседі. Алайда тәнімізді зиян тамақпен және жағымсыз ойлармен қолайтын болсақ, бойымыздағы жайсыздыққа үлес қосамыз. Дерт бізге әртүрлі формада келеді. Ауырсыну, сызат, башпайды соғып алу, көгеру, мұрынның бітіп қалуы, ұйқының бұзылуы, асқазан ауырып, жүрек айнуы, дымгәстік. Сол арқылы бізге бірдеңе айтуға тырысады. Ауырсыну біздің назарымызды аудару үшін тәннің желбірететін қызыл жалауы, осылай ол өмірімізде бірдеңе дұрыс емес екенін хабарлап жанталасып жатыр. Ауырған кезде біз не істейміз? Жалма-жан дәріханадан дәрі алып ішеміз. Сөйтіп денемізге үндеме, естігім де келмейді дейміз. Тәніңіз біраз уақытқа тынышталады, бірақ содан кейін сыбырлауын қайта бастайды. Бұл жолы бұрынғыдан да қаттырақ белгі береді. Мысалы, досыңызға маңызды бірдеңе айтып жатқанда ол естімесе не істейміз, ойланып көріңізші. Сөзіңізді тағы қайталайсыз және бұл жолы даусыңызды қаттырақ шығарып айтасыз. Егер ол әлі де естімеген сыңай танытса, ашулануыңыз қалыпты нәрсе. Немесе достан көңіліңіз қалып, өзіңізді керексіз сезініп тұйықталып қалуыңыз мүмкін. Кейде адамдар шынымен ауырғысы келеді. Біздің қоғамда науқастанып қалу жауапкершіліктен немесе жағымсыз жағдайлардан қашқақтаудың заңды әдісіне айналды. Адамдарға жоқ деп айтуды білмесек, біздің орнымызға жоқ деп айту үшін неше түрлі ауру ойлап табамыз. Дегенмен қанша аулақ жүргіңіз келсе де белгілі бір сәтте өміріңізде не болып жатқанына назар аударуыңыз керек. Денеңіздің жан айқайына құлақ түріп көріңіз, өйткені ағза сау болғысы келеді, сондықтан оның жағына шыққаныңыз жөн. Сіз сезінген әрбір ауру я дертті санаңызда жалған идея бар екенінен хабар беріп отыратын ұстаз ретінде қабылдаңыз. Өзіңіз сенетін, үнемі айтатын, істейтін, не ойлап жүрген нәрселерді әрқашан сіздің еліңізге қызмет ете бермейді. Мен ылғи денемді маған назар аудар деп үздіксіз мені тартқылап жатқанда естететінмін. Ауру немесе жан азабының артында тұрған психикалық паттернді тапқан кезде айнамен жұмыстың көмегімен осы шаблонды өзгертіп ауруды тоқтатуға мүмкіндік пайда болады. Өз денеңізге назар аударып ауруға әкеліп соққан қажеттіліктен арылуға дайынсыз ба? Олай болса айнамен жұмысты бастаңыз және денеңізді жақсы көруді, дертіңізді емдеуді үйреніңіз. Ендеше аффирмация жасайық. Мен өз тәнімді жақсы көремін. Бұрынғыдай денім сау болу үшін күш саламын, оған әр деңгейде қажет нәрсені беремін. 10-шы күннің айна жаттығуы. Бірінші, бойыңыздағы қай аурудан арылғыңыз келеді, соны таңдаңыз.
Айталық, асқазандағы қыжылдан құтылғыңыз келеді. Екінші, айнаның алдына тұрыңыз не отырыңыз. Үшінші, көзіңізге терең үңіліп өзіңізге мына сұрақтарды қойыңыз. Бұл қыжыл қайдан пайда болды? Ол маған не айтқысы келеді? Зиянды тағамдарды көп жедім бе? Мен қорқатын бірдеңе бар ма? Өзім қорыта алмайтын жаңалықтарды естідім бе? Мен шеше алмайтын шиеленіс бар ма? Не нәрсеге немесе кімге төзе алмай жүрмін? Төртінші, қандай ауыртпашылықтан немесе дерттен жапа шексеңіз де мына аффирмацияларды айта аласыз. Мен еркін және терең тыныс аламын. Денемнің маған не айтқысы келгенін естимін. Тәнімді пайдалы әрі құнарлы азықпен қоректендіремін. Қажет кезде денемнің демалуына мүмкіндік беремін. Өзімнің керемет денемді жақсы көремін. Маған ешқандай қауіп жоқ. Мен өмір ағынына сенемін. Мен қорықпаймын. Аффирмацияларды қайталай беріңіз. Бесінші, енді нақты қай жеріңіз жиі ауырады, соған арнап бөлек аффирмация жасауға болады. Мәселен, асқазаныңызда қандай да бір ақау болса, мынаны айта аласыз. Мен асқазанымды жақсы көремін. Сені шын қадірлеймін, менің сап-сау асқазаным. Мен саған пайдалы тағамдар беремін, ал сен оны қуана-қуана сіңіресің. Мен сенің сау болуың үшін жағдай жасаймын. Алтыншы, осы аффирмацияларды 2 не 3 мәрте қайталаңыз. Ғаламат күш ішіңізде. 10-шы күннің күнделік сұрақтары. Бірінші, бір жеріңіз ауырғанда немесе ыңғайсыз сезінгенде өзіңізді тыныштандыруға көңіл бөліңіз. Сіздегі ғаламат күш өміріңізде нені өзгерту керегін білуге мүмкіндік береді. Осылайша өзіңізді осы азаптан құтқара аласыз. Екінші, сіз сүйетін гүлдер айнала жайқалып өсіп тұрған тамаша табиғи ортаны елестетіп көріңіз. Бетіңізді ақырын ғана аймалап тәтті жылы самалды сезініп иіскеңіз. Денеңіздің әрбір бұлшық етін босаңсытуға тырысыңыз. Үшінші, өзіңізге мына сұрақтарды қойыңыз. Мен бұл мәселені шешуге қалай үлес қоса аламын? Нақты нені білуім керек? Өмірімнің қай салаларына өзгеріс қажет? Осы сұрақтар төңірегінде ойланыңыз және оның жауабы өздігінен келсін. Жауаптарын күнделікке жазыңыз. Төртінші, үшінші бөлімде жазған жауабыңыздың бірін таңдап бүгін жұмыс істеуге болатын әрекет жоспарын жасаңыз. Өзгерістерді біртіндеп енгізіңіз. Қытай философы Лао Цзы айтқандай, мыңдаған шақырымға созылған саяхат бір қадамнан басталады. Бірінен екіншісіне ұласқан кішкентай қадамдар өміріңізге айтарлықтай өзгерістер әкелуі мүмкін. Жан мен тән дерті бір түнде жоқ болып кетпейді, бірақ түбі көзі жойылуы мүмкін. Ауру бірден пайда болған жоқ, оның сізге жабысуына біраз уақыт кетті. Енді одан арылуға да сабыр мен табандылық белгілі бір уақыт қажет. Өзіңізге мейірімді болыңыз. 10-шы күнгі жүректегі ойлар. Тәнімнің маған жолдаған үндеуіне мұқият құлақ асамын. Дене сіздің ішкі ойларыңыз бен сенімдеріңіздің айнасы. Әр жасуша сіздің әрбір ойыңызға және сіз айтқан әр сөзге жауап береді. Бұл өзгеріс әлемінде сіз барлық салада алғыр әрі икемді болғыңыз келеді. Өзіңіз бен әлеміңіздің сапасын жақсарту үшін өзіңізді және сенімдеріңізді өзгертуге дайынсыз. Тәніңізге қалай қарасаңыз да ол сізді жақсы көреді. Денеңіз сізбен сөйлеседі, енді сіз оның жолдаған хабарына құлақ асасыз. Сіз оны тыңдауға дайынсыз. Көңіл бөліп тиісті түзетулер енгізесіз. Сіз тәніңізді жақсы көресіз және деніңіз сау болу үшін оған барлық деңгейде керек нәрсені бересіз. Қажет болған жағдайда ішкі күшіңізге жүгінесіз. 10-шы күннің медитациясы. Денеміздің саулығына арналған оң аффирмациялар. 10-шы күннің аудиосы. Бұл бөлімде денсаулықты нығайтуға бағытталған бірқатар жағымды аффирмациялар ұсынылады. Оларды жиі қайталап жүріңіз. Ағзама пайдалы тағамдарды жегені ләззат аламын. Денемдегі әрбір жасушаны жақсы көремін. Денсаулығыма пайдалы таңдау жасаймын. Мен өзімді құрметтеймін. Сау әдемі қарттықты асыға күтемін, өйткені дәл қазірден бастап тәніме махаббатпен күтім жасаймын. Үнемі ізденіп денсаулығымды жақсартудың жаңа жолдарын ашып отырмын. Ағзаға әр деңгейде не қажет болса, соның бәрін беремін, сол арқылы денсаулығымды нығайтамын. Осылайша сауығамын.
Денеме ақыл айтпаймын, оның өзін-өзі табиғи жолмен емдеп шығуына мүмкіндік беремін. Менде ерекше қорғаушы періште бар. Маған әрқашан Құдай өзі жол көрсетіп қамқор болады. Мінсіз денсаулық менің Құдай берген құқығым, оны тап қазір талап етемін. Аман сау денем үшін шүкір етемін. Мен өмірді жақсы көремін. Тамақтану тәртібімді бақылайтын жалғыз адам ол өзім. Бірдеңеден бас тартқым келсе де әрқашан таңдау өзімде. Су менің сүйікті сусыным. Тәнімді және ақыл-ойымды тазарту үшін көп су ішемін. Санамды жақсы ойларға толтыру денсаулыққа апаратын ең жылдам жол.